Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Дәл қазір біз керемет кездесудеміз, яғни Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының жанынан құралған Жас Сұңқар өзін өзі басқару ұйымының шарасында отырмыз. Яғни бұл мамандыққа бағыттатты кездесу. Дәл қазір біздің Қазақ ұлттық университетінің студенттері, Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының үздік көшбасшылары мамандық бойынша 10-11 сыныптарға сұрақтарына жауап беретін болады. Ендеше бізбен бірге кездесу барысын бірге тамашалаңыздар. Кеттік. Maybe it's the way you say my name. Maybe it's the way you play your game. Экономика және бизнес жоғары мектебі 1949 жылы негізі қаланған білікті экономистерді даярлайтын үздік факультет. Механика математика факультеті 1934 жылы негізі қаланған механика, математика, ақпараттық технологиялар бойынша елімізде кадрлар дайындау және де ғылыми зерттеулердің жетекші орталықтарының бірі. Медицина және денсаулық сақтау факультеті. Бүгінгі таңда 30-дан астам медициналық мектептер мен жетекші университеттері бар. ақш, Ресей, Қытай, Моңғолия сынды бірнеше шетел студенттерінің білім ошағына айналған үздік факультет. Филология факультеті 30 жылдан астам еңбек еткен Мұхтар Әуезов, Әлкей Марғұлан сынды ұлтымыздың ұлы тұлғалардың негізін қалаған, тарихы терең, дәстүрі бай, ірі ақын жазушыларымызды түлеткен білім ошағы. I've never felt so happy. Достар, міне алдымызда қазір ғана өзінің факультетін таныстырып өткен оқушыларымызға биология және биотехнология факультетінің студенті ол бала. Жалпы бұл бала өзінің факультетінің жөнінде кішігірім айта кетсек, түсінікті болсын. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім ол бала. Осы биология және биотехнологияның бірінші курс студенті боламын. Біздің факультетіміз осы Қазынаудағы ашылған алғаш факультеттердің бірі болып табылады. Деканатымыз Заядан Болатхан Қазықханұлы. Біздің факультетіміз несімен ерекше. Біздің факультетімізде көптеген музейлер бар. Ол не только Қазақстанда, бүкіл ТМО-дағы бірегей музей деп айтсам болады. Біздің факультетімізде жалпы көптеген кафедралар бар. Соның бір-екеуін айтып кететін болсам, жаңағыдай биология, түрлі биоресурстар, биомедицина, генетика және де көптеген факультеттер бар. Егер де біздің факультетке түскіңіз келсе, біз сізге телімдеп күтетін боламыз, және сізді өзіміздің факультетімізде күтетін боламыз. Достар, биология және биотехнология факультеті сіздерді күтеді. Won't you let my darling know that I'm in a field of dandelions. Достар, міне арнайы келген оқушыларымызға, студенттерге Рамазан айына байланысты осындай 140 бала сынып өткен, яғни жоғары баласын деген ниетпен құрмет таратылмақ. Міне студенттерге, оқушыларға келген жұғысты болсын деп, біздің жолымызды берсін деп осындай құрмет таратайық. Оразаға болсын. Қазір осы оқушыларымызға тартамыз берсін. Жоғары баласын. Достар, кездесуіміз өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Ал дәл қазір өзі Казгу, яғни бейіндік мектебінің оқушыларынан бір-екі әсерін біле кетсек. Жалпы, сәлеметсіздер ме? Жалпы өздеріңізді таныстыра кетсеңіздер. Менің атым Өткелбай Наргиза, яғни мен Казгу бейіндік мектебінің оқушысы болып табыламын 10 сыныпта. Сіздің есіміңіз? Менің есімім Батжан Бағдат. Мен де Казну бейіндік мектебінен келдім, 10 сыныпта оқимын.
Жалпы кездесуді көрдіңіздер, таныстырылымды көрдіңіздер, мамандықтарды естідіңіздер. Қандай мамандықтарға түскіңіз келеді? Бірден бір қызықтырған ол факультет болып табылатын, ол менде филология факультеті болып табылады, яғни мен педагогика, психология мамандығын таңдаған болатын. Алдағы уақытта барлық мәліметтерді тыңдай келе мен өзімнің қандай мамандықты таңдайтынын шештім, яғни ол кезде грантта география мен биология таңдау қажет екен, және де Қазгу университетіне түсу үшін маған 96 балл жинау қажеттігін білдім. Бұл өте керемет ақпарат болып табылды. Жақсы. Сіз ше? Мен механикалық математикаға түскім келеді. Физика және математика пәндерін таңдаймын. Болды. Жалпы қандай әсерде болдың кезінде, қандай ақпараттар білдің? Мен үшін ақпараттың бірі ол қатты көп балл керек емес, 80 балдан жоғары екен енді білдім. Сол болды. Жақсы. Рахмет сіздерге. Бұйырса аман есен ұмытыларыңызды аяқтап, осы қалған мамандықтарыңызға түсуге шақырамыз. Достар, сіздерді қазу күтеді. Керемет мамандықтар сіздерді күтеді, сондықтан қорықпай тапсырсаңыздар болады. Бақ өкілдері, халықаралық журналистика, қоғамдық медиа, баспагерлік, редакторлық өнерді дамытып, нағыз медиа саласының мамандарын даярлайтын журналистика факультеті. I've never felt so happy, and I've heard of a love that comes once in Достар, сіздерге бір қызық ақпарат айтқым келіп отыр. Жалпы айтады ғой, қазақта өмірде екі нәрсе таңдағанда қателеспеу керектігін. Біріншісі жар таңдау, әрине екіншісі мамандық таңдаудан. Мен өзім жалпы мамандық таңдаудан қателеспедім деп ойлаймын. Өзім филология факультетінің 3-ші курс студенті боламын. Ал дәл қазір сіздерге философия және саясаттану факультеті мен медицина және денсаулық сақтау факультетінің студенттерінен, мамандық таңдаудан қателеспеген студенттерден сұхбат алғым келіп отыр. Аты жөнді айтып өтсеңіз. Мен есімім Орынбасар Бибол. Қазіргі таңда медицина және денсаулық сақтау факультетінде жалпы медицина мамандығында 2-ші курс студентімін. Факультетін салыстырып кетіңіз. Біздің медицина факультетінде негізгі 4 жоғары мектеп бар. Қоғамдық денсаулық сақтаудың жоғары мектебі, медицинаның жоғары мектебі, стоматология мектебі және де мейірбикелік қызмет мектебі. Сіз қандай мектептен білім алдыңыз? Мен медицинаның жоғары мектебінде жалпы медицина мамандығында 2-ші курс студентімін. Жалпы сіздерге түсу үшін оқушылар қандай пәндер таңдайды? Сол туралы Медицина факультетіне түсу үшін оқушылар биология және химия пәнін таңдайды. Шектік балл 120. Рахмет. Ал Азира, сіз айта кетсеңіз? Жалпы мен философия және саясаттану факультетінде жаңағы әлеуметтік жұмыс және әлеуметтану кафедрасының әлеуметтік жұмыс мамандығын 3-ші курс студенті болып табыламын. Жалпы біздің факультетте 6 кафедра жұмыс жасайды. Сонымен қатар 10 мамандық бойынша оқытылады. 6 кафедраның ішін айтып өтіп жүрсем, жалпы біріншісі философия факультеті болғаннан кейін философия кафедрасы, екіншіден әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасы, сонымен қатар педагогтарды дайындайтын педагогика және педагогикалық психологиялық мамандығы оқытатын, және де жалпы және қолданбалы психология кафедрасы, әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасы, дінтану және мәдениеттану кафедралары жұмыс жасайды. Сонымен қатар 10 мамандық түрлері бойынша бізге студенттерді даярлайтын жаңағы арнайы маман иелері болып шығады. Арнайы кафедралар. Жалпы осы ұбт тапсыратын алдағы уақытта сынақ келе жатыр, қорқып жатқан оқушыларға айтар тілегіңіз, Бекал сөзіңіз болса. Барша қазіргі бітіруші түлектерге ешқашан қорықпауды тілеймін. Қорқынышты жеңіп, өздеріңіз қалаған мамандықтарыңызға түсіп, сол мамандықтың шыңына шығып, болашақта беделді Қазақстанның азаматы болуларыңызды тілеймін. Құрметті оқушылар, ешқашан қорықпаңыздар. Сіздерге біздердің жолдарымызды берсін, сіздердің жолдарыңызды берсін. Сондықтан тек сәттілік тілейміз. Send a line into the wind you go. Won't you let my darling know? Dandelion into the wind you go. Won't you let my darling know that? Достар, міне алдымызда Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының үздік көшбасшылары. Осы ұйымдастырылған Жас Сұңқар өзін-өзі басқару ұйымының тікелей жауапты жандар Меңдібай Дәулет және де Гаухарбек Ақсұңқар. Жалпы Дәулет, осы кездесу қалай өтті, сол туралы бір-екі ауыз айта кетсеңіз?
әрине бүгінгі кездесу өте жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Оқушыларға бір үлкен бір пайдасы тиген секілді. Осы үшін мен ең алдымен Ақсұңқарға үлкен алғыс айтамын. Басты ұйымдастырушы ретінде басынан аяғына дейін жүрген тұлға болып табылады. Тікелей ұйымдастырушысы Ақсұңқар дейсіз ғой, иә? Жалпы Ақсұңқар, онда сізге сұрақ қояйық. Жалпы қандай мектептер келді, қандай мектеп оқушыларына ұйымдастырылған іс-шара болды, қандай мамандықтар таныстырып өтті, сол туралы кішігірім айта кетсеңіз. Иә, бүгінгі мамандыққа бағыт арнайы осы 10-11 сыныптар жас сұңқарлықтарына арнайы ұйымдастырылып отырған кешімізге 154-ші және де осы Қазу бейіндік мектебі шақырылған болатын, және де осы таныстыру ретінде Қазақ ұлттық университетінің белсенді студенттерін осы әр факультет өзінің факультетіндегі мамандықтар жайлы ақпараттармен бөлісіп өтті. Алдағы келе жатқан ұлттық бірыңғай тестке барлық оқушыларымызға сәттілік тілей отырып, осы ақпараттарды қажетті қолданады деген үміттеміз. Құрметті достар, міне Сұңқар студенттері мен магистранттар кәсіподағының жанынан құралған Жас Сұңқар өзін-өзі басқару ұйымының ұйымдастыруымен өткен мамандыққа бағыттатты кездесуіміз өте жоғары деңгейде өтті. Құрметті оқушылар, сіздерді Қазу қалашығы Сұңқар студенттері мен магистранттар кәсіподағы күтеді. Сондықтан Жас Сұңқар алға!